Тараз қаласының әкімдігі тұрғын үйде болған жойқын жарылыстың шығынын тұрғындардың мойнына іліп қойған ба? 3 жыл бұрын шағын аудандардың бірінде газ құбыры жарылып, 30 пәтер үйіндіге айналған еді. Апат салдарын әкімдік жөндеді, алайда араға жылдар салып, азаматтарға төлем түбіртегі келді. 3 адамның өмірін үзген жарылысқа 3 жыл толып ескі жара енді біте бастағанда тұрғындарға жұмбақ төлем түбіртегі келді. Онда пәтер иелері жер төлені жөндеуге жұмсалған 14 миллион теңгені 15 жыл бойы төлеулері тиіс деп жазылған. Біз төлей алмаймыз. Өйткені мен көп балалы анамын. Оның үстіне инвалид қызым бар. Біз қарсымыз ондайға. Өйткені басында айтылған кезде республика өзі жасайды, барлығын өзі көтереді, өздері төлейді деген. Апаттың салдары шынымен республикалық бюджет есебінен жөнделіпті, ал бұл төлем жарылысқа дейін басталып, аяқсыз қалған жаңғырту жұмысының ақысы дейді әкімдік. По решению суда. Мердігердің арызын сот қанағаттандырды. Біз жауап беруші болғандықтан 8 миллион 800 мың теңгені резервтік қордан төледік. Қалған 14 миллион теңгені төлер едік, бірақ сот бюджет кодексіне сүйеніп, ол талапты құптамады. Барлығыңызға тағы да қайталап айтам, жөндеп береміз. 9-шы шағын аудан 62-ші үй мекен жайы бойынша төтенше жағдай жариялануына байланысты орындалған жұмыстар бойынша тұрғын үй жөндеу компаниясымен бұрынғы шарттық келісімшарт жойылады. Уәде берген сол кездегі облыс әкімінің орынбасары Бекболат Орынбек болатын. Ол қазір Сенат депутаты. Тараз қаласының әкімдігі екс басшының берген уәдесіне жауап бермейміз деп шешсе керек. Ал тұрғындар үшін шенеуніктің бәрі бір, әкімдік мәселені реттесін дейді. Данияр Әлімқұлы, Нұрлыбек Құдияров, Айбат, жаңалықтар қызметі.